Бүгінгі ролимізде кезекті аспалы газ қазандығымыз Эджа конденсат. Бұл қазандығымыздың ақауы судың қысымы көтеріліп кете береді. Және бұл жерде пеш қосылып тұра ма, өшіп тұра ма, ешқандай айырмашылық жоқ. Пештің қысымы көтеріліп кетеді дағыны. Пешіміздің ішінде судың қысымы көтерілген кезде сыртқа төгіп тұратын клапан болады. Сол ашылады дағыны сыртқа қарай суды мінекей төге береді. Астына үлкен тазик қойып қойған, ол тасыған үшін мына жердің бәрін су алған. Жалпы осындай мәселе мені шақырып отыр. Келіп тексере келе пештен ешқандай ақау таппадым. Себебі пеш көріп тұрғандарындай жаңа, бір-ақ жыл болған. Жаңағы бұл жерде бірнеше себебі бар ғой енді. Бұл судың қысымының көтеріліп кете беруінің себебі бірнешеу. Солардың бәрін тексере келе мынандай ақауды анықтадым. Мына жерде мінекей мынау көмір пеш. Және осы көмір пеш жылыту жүйесіне жалғанып тұр ғой енді. Сол жылыту жүйесіне суды құйып тұру үшін мынау мұздай судың құбырын осы мұздай су мен жылыту жүйесінің арасына осындай құбыр жалғап, ортаға кран жаңағы қойып, керек кезде кранды ашып суды құйып тұрған. Мына осы кран су жіберіп тұр екен ғой, міне қараңдар. Мінекей кестім, мына жалғанған жерді кестім дағыны. Мінекей кран жабық тұрса да, міне осылайша міне жіберіп тұрады екен. Суды жылыту жүйесіне қарай жіберіп тұрады. Жалғанған жері ғой, мұздай судың құбырын әкеліп жылыту жүйесіне жалғап қойған. Міне осылайша міне ақау табылды. Қазір енді бұның енді қазір керек жоқ. Мынаны бітеп тастаймын, екі жағында бітеп тастаймын. Сонымен судың қысымының көтерілуі сонымен алла бұйыртса тоқтайды. Жалпы осындай да себептері болады екен деп жалпы бөлісіп атқан түрім ғой енді. Бұл роликте басқа сіз сияқты адамдарға пайдасы тиюі үшін жаңағы YouTube-тың алгоритмі қалай? Бұл роликтің астына лайк көп басылса, пікір көп жазылса, онда бұл пайдалы ролик екен деп оны көп деген адамдарға ұсына бастайды. Сол себепті лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Келесі жолыққанша аман сау болыңыздар.